Сәлеметсіздер ме? Талдықорған қаласының номер 27 орта мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімі Капалова Назым Бейбітовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу. Сабақтың оқу мақсаты теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілі және қосу тәсілі арқылы шешу. Оқушыны бағалау критерийі теңдеулер жүйесін қосу тәсілі арқылы шешеді. Ең бірінші теориялық білімге тоқталып өтейік. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді қарастырайық. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуде айнымалылардың коэффициенттеріне байланысты бірнеше жағдай қарастырылады. Бірінші, айнымалының біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы болса, айнымалының біреуінің коэффициенттері тең болса, теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың ешқайсының коэффициенттері тең және қарама-қарсы емес. Айнымалының біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы болса, онда мына түрдегі теңдеулер жүйесін шешейік. 3х минус 2y тең 6, 6х қосылған 2y тең 30 түріндегі теңдеулер жүйесін шешейік. Бұл теңдеулер жүйесінде y айнымалысының коэффициенттері қарама-қарсы болып тұр. Бұл жағдайда теңдеулердің сол және оң жақтарын мүшелеп қосамыз. Нәтижесінде 9х тең 36 теңдеуін аламыз. Яғни берілген теңдеулер жүйесіндегі бір теңдеуді 9х тең 36 теңдеуімен алмастырып аламыз. Осы берілген теңдеулер жүйесіндегі 9х тең 36 теңдеуін шешу арқылы х-тің мәнін табамыз. Х-тің мәнін жүйенің екінші 6х қосылған 2y тең 30 теңдеуіне апарып қойып, y-тің мәнін табамыз. Нәтижесінде жауабы 4-те 3-ке тең болады. Ал айнымалының біреуінің коэффициенттері тең болса, бұл жағдайда 2х қосылған 5y тең 16, 7х қосылған 7y тең 20 түріндегі теңдеулер жүйесін шешейік. Бұл теңдеулер жүйесіне қарайтын болсаңыз, х айнымалысының коэффициенттері тең болып тұр. Теңдеулердің біреуінің екі жағында минус 1-ге көбейтіп, теңдеулерді мүшелеп қосу керек. Немесе теңдеулердің біреуінен екіншісін азайту керек. Нәтижесінде минус 2y тең минус 4, y тең 2 деп y-тің мәнін тауып аламыз. Табылған y-тің мәнін жүйедегі теңдеулердің кез келген біреуіне қоямыз. Қою арқылы біз x-тің мәнін табамыз. Сонда 3-те 2 тең сандар жұбын аламыз. Бұл берілген сандар жұбы алғашқыда берілген теңсіздіктер жүйесінің қанағаттандыратын мәндері болып табылады. Ал енді теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың ешқайсының коэффициенттер тең және қарама-қарсы емес. Бұл жағдайда берілген теңдеулер жүйесіне қарайтын болсақ, берілген теңдеулер жүйесіндегі айнымалының коэффициенттердің ешқайсысы тең емес. Теңдеулер жүйесіндегі айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болатындай көбейткіштерді таңдап алу керек. Сонан соң теңдеулердің әр қайсының екі жағына да тиісті көбейткіштерге көбейтіп, берілген жүйені мәндес жүйемен алмастыру керек. Берілген теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінің екі жағында 7-ге, екінші теңдеудің екі жағында минус 2-ге көбейту керек. Сонда біз х айнымалысының коэффициенттері қарама-қарсы болып келесін теңдеулер жүйесін аламыз. Осы берілген теңдеулер жүйесінен y-тің мәні 2-ге тең екендігін анықтап аламыз. Y-тің табылған мәнін жүйедегі теңдеулердің кез келген біреуіне қоямыз. Сол арқылы x-тің 5-ке тең екендігін табамыз. Яғни бастапқыда берілген теңдеулер жүйесінің 5-те 2 сандар жұбы осы берілген жүйенің шешімі болып табылады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу үшін төмендегі алгоритмді сақтауымыз керек. Бірінші, айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болатындай көбейткіштерге жүйенің теңдеулерінің екі жағында көбейту керек. Екінші, жүйе теңдеулердің оң жақтарын және сол жақтарын мүшелеп қосып, немесе азайтып, оны бір айнымалысы бар теңдеуге айналдыру керек. Шыққан бір айнымалысы бар теңдеуді шешіп, айнымалының біреуінің мәнін табу керек.
Төртінші, айнымалылардың біреуінің табылған мәніне сәйкес екінші айнымалының мәнін табу керек. Егер айнымалылардың біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болса, онда жүйені шешуді бірден теңдеуді мүшелеп қосудан бастау керек. Енді практикалық бөліміне көшейік. Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңдер. 5х қосылған y тең 20, 2x минус y тең 1 түрінде берілген теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешейік. Бұл теңдеулер жүйесіне қарайтын болсақ, y-тің коэффициенттері қарама-қарсы болып тұр. Олай болса, біз берілген теңдеулерді бір-біріне мүшелеп қосамыз. Нәтижесінде 7x тең 21 деген теңдеу шығады. Осы жерде x-ті табатын болсақ, ол 3-ке тең болады. Осы x-тің мәнін берілген теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеуге апарып қойып, 5 көбейтілген 3 қосылған y тең 21 теңдеуін аламыз. Осы берілген теңдеуді шешу арқылы y-тің 6-ға тең екендігін тауып аламыз. Сонда берілген теңдеулер жүйесінің жауабы 3-те 6-ға тең екендігін көреміз. Екінші теңдеулер жүйесіне назар аударайық. 7x қосылған 2y тең 9, 5x қосылған 2y тең 11. Яғни берілген теңдеулер жүйесінде y айнымалысының коэффициенттері тең. Яғни бұл жағдайда берілген теңдеулер жүйесін бір-бірінен азайтамыз. Сонда 2x тең минус 2 деген теңдеу шығады. Осы теңдеуден x айнымалысының мәнінің минус 1-ге тең екендігін анықтаймыз. Осы x-тің орнына минус 1 мәнін апарып, 7 көбейтілген минус 1 қосылған 2y тең 9 түріндегі теңдеуді аламыз. Осы теңдеуді шешу арқылы y-тің мәні 8-ге тең екендігін анықтаймыз. Сонда берілген теңдеулер жүйесінің жауабы минус 1-де 8 сандар жұбы екендігі анықталады. Келесі берілген теңдеулер жүйесін шешейік. 6x қосылған 5y тең 0, 2x қосылған 3y тең минус 8. Берген теңдеулер жүйесіне назар аударатын болсақ, бұл берген теңдеулер жүйесінде айнымалылардың коэффициенттері тең емес. Яғни, бұларды бірдей коэффициенттерін теңестіру үшін мен берілген теңдеулер жүйесіндегі екінші теңдеуді минус 3-ке көбейтіп аламыз. Сонда 6x қосылған 5y тең 0, минус 6x минус 9y тең 24 деген теңдеу шығады. Осы берген теңдеулер жүйесін шешу арқылы минус 4x тең 24 деген теңдеуін аламыз. Осы жердегі x-іміздің минус 6-ға тең екендігін анықтадық. Берілген теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеуге x-тің мәнін апарып қойып, y-тің мәні 7,2-ге тең екендігін көреміз. Жауабы, берілген теңдеулер жүйесінің жауабы минус 6 да 7,2 сандар жұбы екендігін анықтадық. Енді төмендегі өзіндік жұмысты орындайық. Төменде берілген сілтемелер бойынша өтіп, тапсырмаларды орындаңдар. Яғни, Білімлен платформасынан екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу әдісі арқылы орындайсыңдар, берілген тапсырмаларын орындап шығасыңдар. Және Kahoot платформасы арқылы, сілтеме арқылы өтіп, берілген тапсырмаларды орындайсыңдар. Бұл тапсырмаларды сендердің қаншалықты орындағандарыңды мен өзімнің жеке кабинетімнен көре аламын. Енді бүгінгі сабаққа 3-2-1 әдісі арқылы кері байланыс берейік. Яғни бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты, 2 қиындық келтірген мәселені және 1 ұсынысты келтіресіңдер. Сілтеме арқылы өтіп, Google формасымен осы кері байланысты толтыру арқылы бүгінгі сабаққа өздеріңнің ойларыңды білдіресіңдер. Үйге тапсырма. Оқулықтан 1247 тапсырманы орындаймыз және сілтеме арқылы өтіп, Дарын онлайн платформасынан тест жұмысын орындаңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.